Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 108-ші сабақ етістік. Сабақтың мақсаты етістіктердің қай сөзбен байланысып тұрғанын анықтаймын. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қоямын. 15-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Зере биіктігі 80 сантиметрге дейін жететін шөп тектес өсімдік. Зере шалғынды жерлерде, өзен жағасында, тау беткейлерінде өседі. Мәдени өсімдік ретінде кей жерлерде қолдан егіледі. Зере пайдалы өсімдік. Оның жемісі дәрі жасау үшін керек. Төмендегі тапсырмаға назар аударайық. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Бірінші, зеренің ұзындығы қанша? Екінші, зере қай жерлерде өседі? Үшінші сұрақ, оның жемісінен не жасалады? Бұл мәтіннің қай түріне жатады? Дәлелде. Бұл мәтіннің сипаттау мәтініне жатады, себебі бұл жерде зерені сипаттап тұр. Келесі 16-ші жаттығу. Жұмбақты көркем жазып, шешуін тап. Күн нұрымен піседі, олжып қолға түседі. Бұл жерде етістіктердің астын сыздейді. Етістіктер піседі, түседі деген сөздер. 14-ші жаттығу. Оқы. Сайлау, кездесу, ұялу, үркіту деген сөздер берілген. Сөздіктен осы етістіктердің синонимдерін тап. Бірінші, сыйлау деген сөздің синонимі құрметтеу. Кездесу деген сөздің синонимі жолығу, жүздесу деген мағынаны білдіреді. Келесі, ұялу сөзінің синонимі қысылу. Үркіту сөзінің синонимі қорқыту, шошыту болып табылады. 18-ші жаттығу. Сұрақтардың орнына қажетті сөзді қойып, көшіріп жаз. Кім інісін киіндірді? Мақпал інісін киіндірді. Кім өзі киінді? Алмас өзі киінді. Киіндірді етістігі қай кезде қолданылады? Ал киінді етістігі ше? Киіндірді етістігі ол екінші жақта, яғни сені егер біреу киіндіріп жатса, онда киіндірді деген етістік қолданады. Ал адам егер өзі киінсе, онда киінді деген етістік қолданады екен. Өзің кішкентайларға қалай қамқорлық жасайтының туралы айт дейді. Келесі, шығармашылық үзіліс. Сыныпта оқушылар ауаның қасиеті тақырыбында тәжірибе жүргізді. 3 майшамды жағып, үстел үстіне қойды. Оның біреуін жарты литрлік банкімен, екіншісін 2 литрлік банкімен жапты. Үшіншісін ашық қалдырды. Сен қалай ойлайсың? Алдымен қай майшам сөнеді? Оның себебі неде? Құрметті оқушылар, біріншіден жарты литрлік банкыдағы майшам сөнеді. Одан кейін 2 литрлік банкыдағы, сонан кейін барып ашық қалған майшам сөнеді. Оның себебі жарты литрлік банкыдағы ауа көлемі өте аз, ал жанған кезде, яғни от жанған кезде ол тіптен азайып тұншықтырғыш газға айналады. Яғни сондай ары қарай лаулап жанбайды, майшам. Ал екінші банкідегі шам ол аздан кейін сөнеді, ал беті ашық тұрған майшам толық жанып біткенше сөнбейді, яғни ең соңында барып сөнеді. Өйткені ол жерде ауа оттегі жетерлік, оттың жануына ары қарай мүмкіншілік жасайды екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.